Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай керемет бір пирогтың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, духовканың да қажеті жоқ. 10 минуттың ішінде дайын болатын пирог, өте дәмді, жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, осы рецептпен осы пирогты менімен бірге жасап көріңіз. Және де, достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде ой пікіріңізді міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Өте керемет дәмді пирог. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Сіздің шайыңыз қайнағанша, сіз осы пирогты 10 минуттың ішінде жылдам жасап тастауға болады. Және де бұл пирогты дайындау үшін көп нәрсе қажет емес. Бар болғаны 300 грамм қаймаққа 380 грамм вареный сгущенканы қосып, екеуін жақсылап араластырамын. Қасықпен осылай жақсылап араластырып алып, кішкене бөлігін бөлек ыдысқа құйып алып қойыңыз. Ол кейін қажет болады. Сосын кәдімгі мендегі рыбка печеньесі магазиндегі осы печеньені алып, жаңағы начинкамен араластырып, осылай араластырып жіберемін да, табаға пищевой пленка төсеп, сол пленканың үстіне осы немді пирогымды салатын боламын. Егер сіздерде пирогқа арналған форма болса, формаға салып жасасаңыз болады. Менде ондай форма болмағандықтан мен табаға жасап жатырмын. Енді бетіне бағанағы бөлек құйып алған начинканы бетіне құйып, үстіне шоколадты үккіштің майда жағынан өткізіп, сосын холодильникке бір 5-6 сағатқа қойып қойыңыз. Мен бұл пирогты таңертең жасағам, жұмысқа кетіп бара жатқанда жасадым, сосын кешке дейін тұрды. Кешке дейін жаңағы начинкілері пропитация етіп, печеньемен әдемі болып тұрады. Мінеке қараңызшы, қандай керемет, мен пирогым дайын болды. Өте дәмді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Менің арнамнан алыстамаңыз, жаңадан шыққан видеоларымды қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Өте дәмді. Жасалу жолы да өте оңай. Сау саламатта болыңыз. Асыңыз дәмді болсын.